Жазғы шуыл азаятын болды. Байкерлер қаланың басты көшелерімен шерулетіп жүріп өтіп, 2023 жылға мото маусымның нүктесін қойды. Адамдарды бостандық рухымен біріктіретін субмәдениет біздің қалада да дамыл таппайтын, жылына 2 рет ұйымдастырылатын мотосүйер қауымның сүйікті мезгілі мото маусымның басталатын уақыты. Халық арасында оның өкілдерін байкерлер емес, мотоциклшілер деп атаған жөн. Олардың киімдері, түрлері де, өздері де қарапайым. Еш әшекейсіз болса да өзіне тартып тұрады. Қарағандылық мотоклубтар шығынға ұшырамай, жол апатына түспей маусымда жапты. Алда олардың қатысушыларын жаңа жол, жаңа маусым күтіп тұр. Шеру Төлепов көшесінен бастау алды. Қозғалысты қала полициясы сүйемелдеп, қатысушыларды Қарағанды әкімдігі қолдады. Freedom Bros пен Шыңғысхан MC мотоклуб президенттері ауқымды іс-шараның бастамашылары. Маршруттың соңғы нүктесі орталық саябақтағы алаң болды. Осы күні мотоциклшілер қала тұрғындарының күнін қуанышқа толтырды десек артық айтпағанымыз. Шерушілерді ойындар, байқаулар мен шоу бағдарлама сондай-ақ қызу талқы күтіп тұрды. Ал бүгін бізде сезонның жабылу сәті болып жатыр, міне көріп тұрғаныңыздай. Бұл енді акиматтың арқасында және де Қарағанды қаласының ішкі істер департаментіне рахметімізді айтамыз. Және осы парктың управление парками соларға рахметімізді айтамыз. Осындай бізге территория бөліп, осы жабылу сезонын өткізіп жатқанымызға. Енді құрметті қарағандылықтар, тыныш ұйықтауларыңызға болады. Біз жабылдық, біз енді шықпаймыз. Келесі жылғы жазға дейін тосыңыздар. Жалпы 2023 мотоцикл маусымы қызықты әсерлі өтті. Байкерлердің Қырғызстанға 1,5 мың шақырымға жуық ара қашықтықты жүріп өткен саяхатының өзі неге тұрарлық. Клубтың бұрынғы мүшелері келесі маусымды күтеді. Сондай-ақ келесі жылы жаңа мотосүйер қауым қатарға қабылданады. Мұндай кездесулерде олар өзара тәжірибелерімен бөлісіп, пайдалы ақпаратпен алмасады. Дидар Қалқатайқызы, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5-ші арна.